Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыз жарылыс және техникалық жарылыс өндірісі кезінде еңбекті қорғау. Төтенше жағдайлар, оның сипаты және туынды себептеріне қарамастан көлемі үлкен құтқару және басқа да жедел көмек көрсету жұмыстарын жүргізу байланысты қиын инженерлік міндеттерді туғызады. Оларды орындаудың қиындығы, қауіптілігі және уақыттың шектелуі үлкен жұмыс көлемін тез орындауға қабілетті және жалпы мерзімнен және жұмыс құнын қысқартуға қолайлы жағдай туғызатын жарылыс энергетика кеңінен қолдану қажеттілігімен анықталады. Төтенше жағдайда жарылысты пайдаланудың қажеттілігі мен мақсаттылығын жарылыс әсеріне жердің қатты үлкен қабатының мұздың қардың тез қозғалуына шарттасады. Мысалы, су тасқыны кезінде бөгет және каналдарды қорғау үшін, мұнай және химиялық өндіріс орындағы апаттардың зиянды заттарды жинау үшін, шұңғыр және ор қазу үшін, қар басқан жерлерді тазалау үшін, мұздың кептеуі және тағы басқа. Жарылыс жұмыстарын жүргізген кезде қауіпсіздік келесі талаптар мынадай. Бірінші, жұмыс орындауға тағайындалған барлық тұлғалар, жарылғыш заттар, жарылғыш құралдар, олардың қасиеттері мен пайдалану тәртібін, орындалатын жұмыстың тәртібі мен ережесін, қажетті қауіпсіздік шараларды білуге тиісті. Екінші, әрбір жеке жұмысқа жарылыстың табысты өтуіне және жұмысшылардың жүргізудің тәртібін жауап беретін жетекші тағайындалады. Үшінші, жарылыс жұмыстарын жүргізетін құрылымдық бөлімшенің әрбір қызметкері өзінің міндеттері мен оның орындалу тәртібін жақсы білуі керек. Төртінші, барлық әрекеттерде жарылыс жұмыстарды басшының командасы мен сигналымен жүргізілуі тиіс. Бесінші, сигналдар бір-біріне ерекше айырмашылығы болу керек. Жарылыс жұмыстарына қатысудың барлығы оларды жақсы білу керек. Алтыншы, жарылыс орны құрылған шеппен шектеулі керек, олар қауіпсіз қашықта көшіріледі. Жетінші, ашық жұмыстарды жаппай жарылысқа дайындаған барысында заттарды қалғанда қауіпсіз адамдардың жақын зарядпен кем болмаған 20 метр қашықта орналасқан. 8. Осы жұмыстарды орындауға тікелей қатысы жоқ адамдар, сонымен қатар бөгде адамдар жұмыс орнына жіберілмейді. 9. Жарылыс заттар, құралдар және дайын зарядтар жұмыс жүргізу орындауда күзетілуі тиіс. 10. Капсула, детонаторлар, жарылып жанатын түтікшелер мен электронды жарылатын заттар мен дайын зарядтар бөлек жұмыс орнына басқа жақта сақталады. 11. Жарылыс заттар мен жарылыс құралдары жұмысты басқаратын басшының нұсқауымен ғана даладағы қоймаларда таратуға болады. 12. Зарядтардың ішкі жағына капсула, детонатордың жарылатын заттарға зарядтарды бекітетін соң және тек жарылыс жасау алдыңғы ғана қойылады. 13. Жарылыс заттары, құралдар мен тұратын бөлімшелер жарылыс жасауға, шылым шегуге, жұмыс орнына 100 метр қашықтықта от жағуға тыйым салынады. 14. Ішкі зарядтар мен заттарды жару кезінде басқа қауіпсіз жерлерге кетуге рұқсат беріледі. 15. Туннелдерді, шахталарды, шұңғырларды жарылыс жасау кезінде тек мұқият желдететін соң немесе желдетуді қажет ететіндей соң ғана оларды кіруге рұқсат етіледі. 16. Жарылмаған зарядтарды тек бір адамға ғана және 15 минутқа ғана жақындауға рұқсат етіледі. 16. Жұмыс орнында кетерге барлық қолданатын жарылыс заттар мен құралдарды қоймаларда тапсыруы керек. Одан әрі қолдануға жарамсыз құралдар жұмыс орындауға жойылады. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.